Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға қоюландырылған сүт, 3 жұмыртқамызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Келесі қосқышымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Ұнымызды ситадан өткізіп дайындап қойғам. Осылай шетінен салып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. 15 минутқа қойып қоямыз. Келесі пергамент қағазын алып, осылай дөңгелек 20-24 диаметр етіп сызып аламыз. Содан кейін үстіне сұйық майымызды жағып, артық сұйық май бар болса, қағаз сүргімен сүртіп алсаңыздар болады. Осылай 2 қасық жаңа дайын болған нанымызды салып шығамыз, және әдемі қылып жаямыз. Келесі қалған нандарды осылай шет-шетінен жайып, пешімізге 180 градусқа 5-7 минутта пісіріп аламыз. Келесі кремді дайындайтын боламыз. Ыдысымызға майлы кілегейімізді құямыз. Және үстіне сүзбелі ірімшігімізді қосамыз. Келесі қоюланған сүтімізді қосып аламыз. Сүзбелі ірімшікті қоспауларыңызға да болады. Осыларды жақсылап қоюланғанша араластырып аламыз. Келесі ванильді қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған кремімізді жағып, корждарымызды осылай қойып, шет-шетінен жинап шығамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қалауларыңызша безендіріп шығасыздар. Мен бір коржды алып, оны қаттырақ қылып, кішкене күйдіріп пісіріп, үгітіп, шет-шетіне қойып шықтым. Ол өздеріңізге байланысты. Осындай әдемі және жұмсақ, дәмді торт болып шықты. Сіздерге ас болсын.